Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 7-ші сабақтың С тобына қатысты бір есепті мысал ретінде қарастырамыз. Бұл С тобында есептер сіздерде аз, сол себепті бір ғана есепті мысал ретінде қарастыратын боламыз. Демек, 154-ші жаттығу бұл жерде есептің берілгені мынандай. Екі ерітіндіден қоспа ерітінді дайындалды. Бірінші ерітіндінің массасы 500 грамм, ал концентрациясы 22%. Екінші ерітіндінің массасы 300 грамм, концентрациясы 30%. Осы екі ерітіндіден даярланған қоспа ерітіндінің концентрациясы неше процент екенін табуымыз қажет. Демек, ең алдымен бірінші ерітінді үшін, мысалы үшін бірінші ерітінді үшін біз жалпы еріген заттың массасын тауып алайық. Яғни концентрациясы 22% дегеніміз, жалпы 500 грамм ерітіндінің ішінде 22% қандай да бір еріген зат. Ал қалғаны сұйықтық, яғни ерітілген сұйықтық. Демек, біз концентрациясы 22% десе, біз еріген затты тауып алайық ең алдымен. Демек, бұл жерде есептің берілген бірінші шама үшін, бірінші ерітінді үшін қысқаша жазатын болсақ, массасы бізде 500 грамм ерітінді берілген. Ол жалпы масса болғандықтан 100% деп аламыз. Сосын бізде еріген заттың массасы белгісіз, сол үшін x грамм деп алайық. Ол дегеніміз 22%-ке сәйкес келеді. Өйткені концентрация еріген заттың проценттік мөлшерін көрсетеді. Ал енді бұлардың қатынасы ретінде жазатын болсақ, онда 500-дің x-ке қатынасы тең болады 100-дің 22-ке қатынасы. Бұл жерде пропорцияның белгісіз мүшесін табамыз. Яғни оны табу үшін 500-ді 22-ке көбейтеміз. 500 көбейту 22 және 100-ге бөлеміз. 500 бен 100 қысарып кетеді, сонымен жерде 5 қалады. 5-ті 22-ке көбейтетін болсақ, онда 110 болады. Демек, бірінші ерітіндідегі еріген заттың массасы 110 грамм екен, ал ерітіндінің жалпы массасы 500 грамм болатын. Ал енді біз екінші ерітінді үшін еріген заттың массасын тауып алайық. Жалпы ерітіндінің массасы бар, бірақ біз еріген заттың массасын білмейміз. Сол үшін мұнда қысқаша жазып алайық. Бұл жерде жалпы еріген заттың массасы 300 грамм, екінші ерітінді үшін. Демек, 300 граммды біз 100% деп алайық. Ал бұл жерде концентрациясы 30%, демек, еріген зат жалпы ерітіндінің 30%-ін құрайды. Бұл жерде еріген затты мысал үшін Y деп алайық. Y грамм мысалы қандай да бір. Қатынас арқылы жазатын болсақ, 300-дің Y-ға қатынасы тең болады 100-дің 30-ға қатынасына. Бұл жерде пропорцияның белгісіз мүшесін табамыз, яғни Y-ді табу үшін 300-ді 30-ға көбейтеміз ең алдымен, және бұны бөлеміз 100-ге. 300 бен 100 қысқарып кетеді, мұнда 3 қалады. 3-ді 30-ға көбейтетін болсақ, демек 90 грамм шығады. Демек, екінші ерітіндіміз құрамында 90 грамм еріген зат бар екен, ал бірінші ерітіндіміз құрамында 110 грамм еріген зат болатын. Жалпы, осы екі ерітіндіні бір-біріне қостық, енді келесі кезекте соңында пайда болған ерітіндінің концентрациясын есептеу керекпіз. Ол үшін біз бөлшек сызығын сызып алатын едік. Бөлшектің алымына еріген заттың массасын жазатын едік. Бірінші ерітіндімізде 110 грамм зат еріген, сол үшін тауып алдық. Екінші ерітіндімізде 90 грамм зат еріген. Екеуін қосып жазамыз. Ал бөліміне жалпы ерітіндінің массасы. Біздегі бірінші ерітіндінің массасы 500 грамм, екіншісі 300 грамм. Екеуін қосып жатырмыз. Сол себепті бұл жерде қосу арқылы жазып аламыз. 500 қосылған 300 тең болады. 110-ға 90-ды қоссақ 200 шығады. 500-ге 300-ді қосатын болсақ 800 болады. Және де мына жерде көбейтілген 100% қалып қойыпты, 100% бар. 200-ді 800-ге бөлетін болсақ 0,125 болады. Ал оны 100%-ке көбейтетін болсақ, онда бізде 25% деген жауап шығады. Сонда, соңғы пайда болған ерітіндінің жалпы массасы 800 грамм екен, оның 200 граммы еріген зат. Демек, бұл жерде еріген заттың жалпы ерітіндіге байланысты проценті бізде концентрациясы деп аталатын. Демек, ол концентрациясы 25%-ке тең екен. Мінекей осымен С тобына қарастырған мысалымыз аяқталды. Қалған есептерді осы мысалды негізге ала отырып шығарасыздар.